Bayağıda bir çigittin çalgız enisi bolat, özünün bala şakası bolat. Günlerden bir güne enisi oylanıp durup, nege men ağamı çağalasa berim, ağamның ayeli bolsa, ağamның bala şakası bolsa, koy men öz günümde özüm köreyim dep, ekеуінің екі sıkılatı bolat. Şederde ağama men jardam bereyim dep, özünün sıkılatından bir kap bidayda kep ağasının sıkılatına kep tastaydı. Ağası oylanıp oturады da, ey dedi, әке шешем өліп кетті, мына інімді маған жалғыз аманатқа тастап кетті. Енді бұндай інini маған туып беретін ата-ана қайда? Осыған ешбір жәрдем бермедім да мен, осыған жәрдем берейін деп тұрып, өзінің скелатынан бір қап бидайдан атты інісінің скелатына апарып тастайды. Рамазан айында осыны болады да, ең ақырында екеуі де қараса, өздерінің скелатында бидай азаймаған ғой. Содан бұл қалай болды, бұл Құдай бір береке беріп отыр ма екен деп, екеуі түнде кетіп барады, жолығып қалады. Не кетіп жатсың? Сіз не қылып жүрсіз? Ағажан деді, сіздің бала шағаңыз көп қой. Сізге асылып алғаным маған дұрыс емес қой. Сізге мен өзімнің бір қоймамнан бір жәрдем берейін деп бір қап бидай алып барып тастап едім сізге дегенде ағасы күліп тұрып, әке шешемнен қалатын ұрпақ жоқ қой. Осы ініме неге мен жәрдем бермейін деп, сенің складыңа мен бір қап бидай әкеп тастап едім деп, екеуі бір-бірін құшақтап жылаған екен. Рамазан айы, мейірбаншылық айы. Ағаңызды үйіңізге шақырдыңыз ба? Ініңізді үйіңізге шақырдыңыз ба? Әпке қарындасыңызды үйге шақырдыңыз ба? Көшеде бір жалаң аяқ ашейін бір авторитет келетін болса, ойбай мал сой, қой сой, ит сой деп тұрып, неше дастархандарды жасайсың. Бірақ ағаңды бір рет дастархан жасап шақырдың ба? Сен үшін сенің ағаңнан қадірлі ешкім жоқ. Сен үшін сенің әпкеңнен қадірлі ешкім жоқ. Сен үшін сенің ініңнен артық ешкім жоқ. Себебі адам өлсе, аға өлсе іні кіреді. Іні өлсе аға жуады. Аға өлсе іні табытты көтереді. Іні өлсе аға көтереді. Қабірге лағаттың ішіне кірген уақытында, кім қояды деген уақытында, аға өлсе іні қояды. Аны көшедегі жалаң аяқ сені қоймайды. Оның авторитеті ақшама, атағыма, мансабыма, жоқ мойнындағы галстугыма. Жоқ, бізде иман бар ағайын.